Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтау, оны жою, өңдеу өте күрделі және өзекті мәселе. Қоқыс еліміздің дамуына әсер. Қазіргі кезде бәріміз қатты алаңдап отырған жағдай табиғатымыздың тікелей адам іс-әрекетінен ластанып бұзылуы. Еліміздің қоқысын тазаламайынша біз дамыған мемлекеттер қатарына қосыла алмаймыз. Менің ауданымның экологиялық жағдайы мәз емес. Себебі аудан халқы көбейген сайын қоқыс та көбейе береді. Соңғы статистикалық мәлімет бойынша Аягөз ауданында тұратын халық саны 71.500. Менің зерттеуімше, бір адам тәулігіне 1,4-1,5 килограмм қоқыс шығарса, бір адам бір айда 45 килограмм. Сонда бір адам бір жылда 547,5 килограмм қоқыс. 71.500 адам бір жылда 39.146.250 килограмм қоқыс полигонына апарылады екен. Әр 20 жыл сайын қоқыс полигонының орны ауысып, өзіміз жұбатамыз. Егер қаланың күндіз-түні бір тынбайтын желіне ескерсек, аталған қалдықтар мен қоқыстар ұшып, ауданды ластап, қоршаған ортаға зиянын тигізуде. Мынаны қараңыз. Адам күн сайын тау-тау қылып күл қоқысқа тастайтын пластмасса құтылар 500 жыл. Кәдімгі полиэтилен пакеттеріміз 200 жыл шірімей жер бетінде жатады екен. Кәдімгі концертті қалбырлар, шыны сынықтар 1000 жыл жер қойнауын ластап жатады. Менің ойымша, сауда дүкендеріне барар алдында материалдан тігілген сөмке, контейнерлар, тағы да басқа қажетті заттарды дайындап қойса, зиянды қалдықтардың азаятындығына көз жеткіземіз. Қорытындылай келе, ауылдық аймақтарда тұрмыстық қалдықтарды жинау, тасымалдау, көму мәселесімен айналысатын зауыттар ашылса. Егер біз тұрмыстық қалдықтарды жойсақ, онда санитариялық және экологиялық жағдайы жақсарады. Адамдардың өмір сүру деңгейі жоғарылайтын еді. Қалдықтарды залалсыздандыру мақсатында инфражүйелер мен өндірістік қуатты дамыту, өндірісте пайдаланылатын үлкен қалдықтарды екінші қайтара игеру жүзеге асырылса, нұр үстіне нұр болар еді. Сенімімді ақ жүрекпен ақтаймын, туған жерім, топырағым баптаймын. Сеніміне ата-баба дақ салмай, табиғатты таза етіп, әлемімді сақтаймын.